Ол мәселе енді иманға байланысты. Өзі иман ең маңызды нәрсе адам өмірінде. Иманды айтады, екі жартысынан тұрады. Бір жартысы сабырмен, екінші жартысы шүкір ету. Алла тағала берген нығметтерге шүкір етіп, және қиыншылықтарға сабыр ету. Мысалы, мынандай сіздерге 2-3 хадисті айтып берейін деп едім, осы қысқа осы мәселеге байланысты пайдалы хадистерді. Ол кезде біреуінде Алла тағала адамды қиямет күнінде қиыншылық көрген адамды өмірде, бірақ имандылық жолда жүрген, оны бір жәннатқа кіргізеді, матырады, сөзбе сөз айтқанда. Содан енді бір қиыншылықты есінде ма? Ешбір қиыншылық есінде қалмайды, бәрін ұмытылады екен. Бір өмірде бір қиыншылық көрмеген сияқты болады екен. Сол сияқты анауды күнәһар адамды да, рахаттанып жүрген адамды бір тозаққа матырғаннан кейін шығарған, бір сен рахат көрдің бе осы тіршілігінде, бүкіл рахатын ұмытады екен имансыз адам. Сондықтан бұл өмірде шүкір етіп, сабыр ету өте үлкен маңызды нәрсе. Енді шүкір еткен кезде өте бір маңызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге насихат айтады. Өзінен дүниедегі мына жағдайда өзінен төмен адамдарға қараңдар. Сонда өзін жағдай керемет екен білесіңдер. Өздерінен жоғары дүниесі артық, мына дүниедегі нәрсе қарамаңдар. Өйткені сол кезде шүкір етпеу мүмкінсіңдер. Шүкірлік ұмыту мүмкінсіңдер сол уақытта. Ал өзіне төмен жағдай, өзіне нашар жағдайды көргенде, сен дұрыс адам болсаң шүкір етесің. Альхамдулилля, осындай менде жақсылықтар бар, қаншама жақсылық бар екен деп шүкір жасайсың. Ал шүкір етпесе адам иманы дұрыс болмайды. Және шүкір еткен адам егер ет алса шүкір, өзі шүкірді айтады ғой, ең төмен дәрежесі ауызбен айту. Ауызбен әрбір нығметті көрген кезде альхамдулилля, Аллаға шүкір деп сол шүкіршілік жасау. Ал нағыз шүкір ол іс жүзінде жасауды үйрену. Алла тағала Құранда бекерден айтпайды: «Уақалилу мин айбадия шакур». Менің құлдарым ішінде азы ғана шүкір жасайды. Яғни шүкір жасау оңай нәрсе емес. Ауызбен ғана емес, іс жүзінде істеу оңай емес. Адам біреулер көрмейді нәрселерді, жақсылықтарды. Екінші, сол жақсылықты дұрыс қолданбайды. Дұрыс қолданбау деген сол шүкірлік жасамау деген мағына келеді. Ал шүкір жасаған адам, шүкір жасауды қолдан келген адам не істейді? Ол адам бұл дүниедегі жақсылықты сақтайды. Бір айтады: қайдул маужуд ва жалбул мафқуд. Және жоқ нығметті де келтіреді екен шүкір арқылы. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде айтады: ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер де шүкір ете алсаңдар, шүкір етсеңдер, мен сендерге қосып беремін нығметімді. Сондықтан шүкір жасайтын тек қана иманы дұрыс қана адам емес, ол жан өзіне де бұл дүниеде көптеген жақсылықтарға қол жеткізеді. Ал сабырлыққа екінші жартысына келгенде сабырлықты былай дейді шариғатта: кішкене ақылы бар адам ол сабыр етеді. Ал шүкір жасау үшін көрдіңіз бе, кішкене көбірек амал жасау керек. Көбірек тазалық керек, ниетті түзету керек.